Арм 18 екпесінде өсірілген алмағаш. Мынау американка сорты. Арм 18 деген ергежейлі ек болып саналады. Мына ағаштар қазір алмағаштарына 10 жыл болған. Қарасаңыздар өте әдемі, сұлбасы, құрылысы. Биыл 10 жыл. Бір ағаштан шамамен 80 килограммға дейін өнім алуға болады. Былтырғы жылы осы ағаштардан гектарынан 60 тоннадан алыпты. Бір гектарға мынау арасы 5 метр, көшеттер ағаштардың арасы 2 метр. Сонда гектарына 1000 ағаш кетеді. Бұл шпалерасыз өсірілетін алманың жүйесі, алма бағының жүйесі. Қарасаңыздар өте жақсы күтілген. Егер осындай бақ салғыларыңыз келетін болса, біріншіден арзанға түседі. Өйткені шпалерлық жүйеде оған сіз шпалер алуыңыз керек. Оны орнату, оны сатып алу, оның өзіне көп қаражат жұмсалынады. Мыналар Арм 18 екпесінде өсірілген ағаштар 3-ші жылы өнім беруді бастайды. Бұның бірақ бір жеңіл жері гектарына аз көшет кетеді. Бұл экстенсивті не болып саналады, бағыт болып саналады. Ағаштарын қарасаңыздар өте жақсы. Гектарынан былтырғы жылы 60 тоннадан өнім алған екен. Бір ағаштан 80 килограммға дейін өнім жинауға болады. Яғни дұрыстап күтіп баптауына мән берсеңіздер. Міне қарапайым, өте әдемі. Мысалы 1 гектар, 2 гектарға кішігірім аудандарға ексеңіз де әдемі. Мысалы 1 гектардан шамамен 40 тонна алсаңыз өте әдемі болып саналады. Негізі 40-45 тонна алсаңыз 2 гектардан шамамен мысалы 80 тонна алсаңыз алманы. Соны ары қарай өзіңіз алманы бағаны көбейте салыңыз, қанша шығатынына. Сонымен кішкене бір экономикалық тиімдігін есептеп көруге болады. Және бұл көшеттердің бір несі, жаңа Арм 18-де көшеттер бұл кісілерде 2 жылдығы бар, 3 жылдығы бар. Бағасы да қатты қымбат емес екен. Қысқасы осы, мынау арнайы ергежейлі Арм 18 екпесінде өсірілген алма ағаштарына кішкене сипаттама осы. Сұрақтарыңыз болатын болса, қойсаңыздар, жауап беруге тырысамыз, жауапты береміз.